Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен чупа-чупс дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шекер, су, сироп, глюкоза және чупа-чупске арналған формалар керек болады. Ең бірінші шекерді, суды, глюкоза сиропты қосып, араластырып, отқа қоямыз. Баяу отта сұйықтығымыз қойылғанша қайнатамыз. Термометрмен тексереміз. 140-150 градус болғанда оттан аламыз және формаларға құямыз. Егер сізде термометр болмаса, бір ыдысқа мұздай су құйып, дайындап қоямыз. Қайнап тұрған сұйықтығымызды қойылған кезде сол ыдысқа кішкентай тамыз ұстап көреміз. Қатты болып қатса, тістеп көреміз, қатырлап тұру керек. Және өзіміз қалаған түске бояймыз. Барлық қоспалардың грамдарын описаниеден көрсеңіздер болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпайық достар. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар, барлығына жауап қайтаратын боламын.